ата бейіштің дарвазасы туғандар. Ата мындай сыртқа көп төгіле бербейді. Ата мында байқайсың, төгіле беріп, атаңмен мында серьезно сөйлесіп болсын көрдечі. Бірақ атаң жүрегінен сені жақсы көреді. Атаңчы сен мындай таптаңда басқандачы 2 жашқа шыққанда мойты. Тамтаңды басқан. Мойты болып тұрып, сені қарап тұрып, жаман сүйінгенде сен білмейсің де сен 2 болшың ей. Қарап тұрып, үшін мен балам депчі. Чоңойғанда жардам береді маған деп. Сүйініпчі мойты. Жүрегі, көкірегім шығып кете тұрғанда сүйінген. Тамтамдап, мен балам бірінші жолы басатат деп сүйінгенде. Мына ата ошондай болады. Атаңчы атаң қандай болады айтайын ба? Атаң сен гейсін деп школға жақсы сумка асынып барсын депчі. Атаң тәжақта сүт татқанға даярда. Атаң сені жақсы тамақ жесін депчі. Бұт киімің елдерге оқшасын депчі. Біреуінен ешінен қары көрегінге даярда. Атаңчы сені елдерден кем қалбасын деп телефон алып беріш үшінші біреуінің үйіне барып боқ шығарғанға даярда. Мына ата ошондай болады. Атачы қандай болады білесіңдер бе? Атачы барлық жүктердің проблеманың барын көтеріп, балдарымыз жеңілшілікте, үйде, жылуда жана көмірдің бары үйге жағылып жылу ел жебегенді жесін деп атаң Россияда құрбаншылық қылып, Россияда өзі жебей, аяп өзінің ушуну сатып алгандан көрө Кыргызстанга салайынчы. Европада жүрүп ушуну кийгенден көрө Кыргызстанга салайынчы. Балам жакшы жашасынчы деген мына ата ушундай болот.